Reddit қолданушылары, ішіңде сақтап жүрген, ешкімге айта алмаған оқиғаң бар ма? Мектеп оқып жүрген кезім, автобуста бір қызды көріп қалдым. Өте әдемі еді. Іштей қазір барып сөйлеспесем, өмір бойы өкінем деп отырдым. Бірақ бір үлкен проблема болды. Қыздың жанында орта жастағы бір апай отыр. Ол кісінің қасында отырып алып, қызға сөз айту ыңғайсыз. Сосын өзімше тапқырлықпен шештім. Орнымнан тұрып, солар отырған қатарға барып, апайға: «Кешіріңіз әпке, қарындасымның жанынан тұрасыз ба? Отырайын деп едім», деп айттым. Апай ештеңе демей жай ғана қарап қойды. Сол кезде ғана білдім, ол қыздың анасы екен. Прагада жүргенімде бір бордельге бардым. Ақшасын берсең, қызды жеке қабаттағы бөлмеге әкете бересің. Бірақ оларда тағы бір ұсыныс болды. Камера жазып тұрған бір бөлме бар екен. Егер қарсы болмасаң, қыз тегін деді. Мен көп ойланбай ақ келістім. Енді сол бір сайттардың бірінде менің қыз беріп жатқан видеом бар. Ха-ха. Ағам екеуміз мектепке бара жатқанбыз. Бір кезде ол: «Мектепке барғым келмейді, ауырып жатқандай не істеуге болады?» деп ойланып кетті де: «Давай, сен мен желкемнен ұр, сосын үстіме сәл топырақ шаша сал. Басым ауырып, талып қалдым деп айтамын», деді. Негізі ол бұрын шынымен есінен танып қалатын әдеті бар еді. Мен ұрдым, ол үйге қайтты. Үйге келсем, анам оны қарап отыр екен. Анау таза әртіс төсекте жатыр. Көре сала қатты күліп жібердім. Бала күнінде ата-анамның перісіп жатқанын көріп қойғаным бар. Неліктен екенін ұмыттым, бірақ сол түні олардың бөлмесінде еденде ұйықтап жатқан едім. Ұйықтап жатқан жерімнен бір түрлі дыбыс естіп оянып кеттім. Басымды көтеріп қарасам, олар төсекте жалаңаш болып жатты. Не істерімді білмей жылап жібердім. Олар естімеді. Тоқтасыншы деп ақырын төсек жақтауын тарсылдата бастадым. Бір кезде анам орнынан тұрды. Шкафта ілулі тұрған халатты киіп алды да жай ғана: «Ұйықта жаным», деді. Ертесі күні кешке ұйықтар алдында олардан қатты қысылып тұрып сұрадым: «Сол істі істемей-ақ қойыңыздаршы», деп. Ауада үнсіздік орнады. Қатты ыңғайсыз болды. Шамамен 14 жасымда орманнан рогатка тауып алдым. Арзан емес екені көрініп тұр. Темірден жасалған. Қалың резеңкесі бар нағыз сапалы рогатка еді. Бір күні досыммен ауыл сыртындағы бір төбеде отырдық. Алыстан төмен жақтағы орман арасынан жүгіріп келе жатқан бір спортшыны көрдік. Ойланып та жатпай бір тас алып, әлгі адамның дәл басынан сәл жоғары қарай атып жібердім. Тас дәл мен қалаған жерге тиді. Бірақ сол сәтте қатты ойландым. Егер аздап жел болса, немесе нысанадан жаңылсам, не болмаса кез келген кішкентай жағдай әсер етсе, мен сол адамды шынымен қатты жарақаттап немесе өлтіріп алар едім. Сол сәтте аптасына бір рет міндетті түрде еске аламын. Ол оқиғадан кейін әлгі досыммен мүлде сөйлеспедік. Біз бұл туралы әлі күнге дейін ешкімге айтқан емеспіз. Бала күнінде багажник басымды шауып кете жаздаған. Ескі Ауди болатын. Сертпесі істемейтін. Сондықтан біреу ұстап тұрмаса, өзінен өзі тарс етіп жабылып кететін. Ағам екеуміз дүкеннен келгенбіз. Мен ішінен бірдеңе аламын деп еңкейіп кіріп кеттім. Шегініп жатқанда багажник жабыла бастады. Тура мойныма келіп қалды. Сол кезде ағам иығымен қағып тоқтатты. Сантиметр қалды. Сол үшін иығы сынып кетті. Ал мен тірі қалдым. Шыны керек, басымды ағам сақтап қалды. Ешкімге айтпадық. Айтсақ өзіміздің басымыз кететін сияқты. Диснейлендте бір қызды өлтіріп, денесін күзет аймағының маңынан тастап кеткен. Сол кезде менің әкем сол жерде қауіпсіздік қызметінде істеген. Bir күні анам оның бөлмесінен бір карта тауып алды. Картада дәл сол дене табылған жер белгіленген. Кейін Америкадағы ең қауіпті қылмыскерлер тізімінде сол қылмыс бойынша бір күдіктінің фотороботы жарияланады. Анама сенсек, суреттегі адам тура менің әкем сияқты көрінген. Бірақ соңында басқа біреуді қамауға алды. Ал анам болса әлі күнге дейін сол қызды өлтірген сенің әкең деп сеніп келеді. 42 жыл бұрын менің кішкентай інім сіріңкемен ойнап жүріп орманды өртеп алды. Шамамен 10 акр аумақ жанып кетті. Бәрі оны мен шылым шегіп жүріп өртеп жіберді деп ойлады. Біз солай болсын дедік. Мен кінәні мойныма алдым. Себебі әкем ашуланса адамды оңдырмай жазалайтын. Ал ініме ондайдың керегі жоқ деп ойладым. Сол жолы әкем әбден ашуға булығып мені ұрып қолымды сындырып тастады. Сол күннен бері бұл оқиғаның шындығын ешкімге айтпадық. 10 жаста болғанда достарымның үйіне қонуға бардым. Бәрі әдеттегідей өтіп, түнде ұйықтап қалғанбыз. Түн ортасында аяқ астынан оянып кеттім де бір түрлі нәрсе сезіндім. Қарасам, дос бала ұзын саусағын менің көтіме тығып жатыр екен. Уақыт өте келе бұл жағдайды барынша ұмытуға тырыстым. Сол оқиғадан кейін олармен мүлде араласпай кеттім. Мен 3 жаста болғанда әкем аяқ асты жүре алмай қалды. Белінен төмен мүлде қозғала алмай арбаға таңылды.
Біз бәріне жол апатына түсті деп айтып жүрдік, бірақ шындық мүлде басқа еді. Әкем Сицилия мафиясында болған, бір тапсырма кезінде оны атып кетті. Бәлкім өлтірмекші болған, бірақ ол тірі қалды. Есесіне мәңгілікке мүгедек болып қалды. Есейе келе бұл шындықты тек екі адамға ғана айттым, күйеуім мен ең жақын досыма. Қалған ешкімге ашылып көрген емеспін. Өйткені біреуге барып, әкем мафияда болған, оны біреулер атып кетті деу өте ауыр, біртүрлі әлі қорқынышты естіледі. Сол үшін бәріне жай ғана жол апаты деп келем. Бұл оқиға менің өмірімнің үлкен бір бөлігі, бірақ оны ешқашан ашық айтып көрмеппін. Тек өз ішімде сақтап келем. Мен бұл туралы ешқашан ешкімге айтқан емеспін. 6 ай бұрын мен өз-өзіме қол жұмсауға бір қадам қалған едім. Бәрінен шаршап, іште шешім қабылдап қойғанмын. Бүгін тоқтатамын. Сол кеште үйге жалғыз келдім. Қалыңдығым жұмыста болатын. Үйде тек мен және мысығым. Бұл мысық ешқашан ешкімнің тізесіне отырмайтын, еркелемейтін. Бірақ сол күні ол тіземе келіп отырды да шалқасынан жатып қолымен ойнай бастады. Мен тоқтамай жылап кеттім. 3 сағаттай үнсіз іште қирап отырдым. Сәлден соң қалыңдығым үйге келді. Ештеңе сезген жоқ. Тек менің көңіл күйім жоқ екенін алдын ала сезіп, жұмыстан сүйікті тамағымды ала келіпті. Мен сол түні өмір сүруді таңдадым. Ол әлі күнге дейін бұл оқиға туралы білмейді. Егер сен де сондай сәттен өтіп жатсаң, жалғыз емессің. Айт. Тыңдайтын адам табылады. Мүмкін мен болармын, мүмкін көмек желісі, бірақ есіңде болсын. Әлем сен барда жақсырақ, мықты бол. Ал сенің ешкімге айта алмайтын қандай оқиғаларың бар? Комментарийға жазуды ұмытпа.